Я қазір бәрімізде телефон бар, одан қалағаныңды көріп, қалағанда ойнауыңа болады. И осылай уақыт өткізуіңе болады. Бірақ кішкентай кезімізде бәріміз әрине теледидар қарай өшедік қой. Одан әрине балапан арнасын көріп, уақытты солай өткізуші едік. Я балапан арнасы ол кезде керемет мультфильмдер көрсететін. Олардың қандай екенін айтпай ақ қояйын, себебі шыны керек олардың қандай екенін ұмытып қалыппын. Бірақ бүгін видеода біз сендегі жаңа балапанның мультфильмдері туралы айтамыз ғой. Сондықтан видеоны ұзатпай бастайық. Кринж көруге дайындалыңдар, кеттік. Мультфильмдер туралы айтпай тұрғанда мен бірінші басқа нәрсе туралы айтқым келеді. Ол балапанның логотипі. Ол оң жақта төбете жазылып тұратын жазу, достар, егер кім білмесе. Ол көбірек өзгерді. Әрине барған сайын жақсы жаққа. Сосын барлық арналарда мынандай значок пайда болды. И балапан оны әдемі қылып, мынандай балапанға ұқсатып қойды. Бірақ қазіргі логотипін көріп, мен таң қалдым. Не мынау? Походу балапан өсіп модный болып шашын қарайын деп шешіпті. Ладно, походу трендпен жүрейін деген сияқты. Мультфильмдерге қайтып келейік. Бірінші айтатын мультфильм ол Жібек. Бір қыз, косой походу, оның аты Жібек. Ол мектепте оқиды, и әрине ол бір баланы жақсы көреді, ал ол Жібекті жек көреді, оның подружкалары бар, и оның бір досы бар. Ол досына келетін болса, ол өте ақылды, таспен таяқ арқылы пистолет жасап тастайды. Бірақ ол походу оны жасап атқанда, походу 3D аниматорлар конкретно ішіп алған сияқты. Сюжетке келетін болсақ, Жібек аспаннан бір тасты тауып алады да, аспаннан емес, жерге түсіп кеткен, и оны алады да оның күшін өзіне алады. Бірақ ол тасты Шолпан деген мына апай алғысы келеді екен. И келесі бөлімдерде Жібек осы Шолпанмен қырылысады. Болды. Бірінші айтқым келетін зат ол анимация. Бұл 3D анимация, и ол өте жаман жасалған. Біраз шетінде текстур бір-біріне кіріп кеткен. Біраз фонда как будто күн бар. Екінші айтқым келетін мультфильм ол өпе. Түк мағынасы жоқ мультфильм. Айта берсең минустары көп, бірақ давайте біз келесі мультфильмға кетейік. Бір бас қазандай бала жүреді ерігі бүйінде. Бұл мультикта түк сөйлемейді, тек деп жүреді. Мен ойлаған бала кішкентай болған соң сөйтіп сөйлей ма деп, бірақ мамасы да сөйтіп жүреді. Неғып мен түсінбедім. Бұл мультикте тағы мынандай бір түрлі ара бар. Бұл дұрыс па? Осындай арамен балалардың психикасын құртқан. Бұл мультикта 3D анимация, и ол да Жібектің уровенінде. Резкий тормозота и без смысла. Үшінші мультфильм Орман күзетшілері. Бұл мультфильм жайлы айтатын түк жоқ. Достар, бұл не? База жоқ анимация деп айтқым келеді. Осының походу бірінші 3 анимацияны басқанда походу осын жасаған сияқты. Мен тек бірақ нәрсе айта аламын. Бізге айтуға болады. Сендер тек анимацияны керемет жасайсыңдар деп. Бірақ біз анимацияны енді жасап келе жатырмыз. Ал балапан болса эфирда 2010 жылдан бері. И осы уақытқа дейін 3 анимацияны үйреніп, әдемі жасауға болатын еді. Осылай нәтиже болды. Бірақ бәріде жақсы мультфильмдер бар балапанның. Олар Тоқты мен Серке. Бұл мультфильмдер анимация өте жақсы жасалған. Прям сөз жоқ. Бірақ чота мына екеуі маған таныс боп тұр.